Ассалаумағалейкум достар, сіздермен мен доктор Оразбек. Мен сіздерге бүгін ференджоп жайлы жалпы сіздердің сұрақтарыңызға жауап беретін боламын. Дәл қазір мен Берлиндегі екінші дүниежүзілік соғыста қырғынға ұшыраған еврейлерге арналған мемориалдың ішінде видео түсіріп жатырмын. Менің қалауым, менің ниетім сіздерге Германияның атмосферасын сезіндіру, беру. Қараңыздар, жалпы ференджоп дегеніміз студенттерге арналған керемет ойлап табылған мүмкіндік. Түсінікті болу үшін барлықтарымызға белгілі Work and Travel Америкаға бар. Дәл соның Германияға, яғни тек қана Германиямен шектеліп қалмайсыздар, Европаға арналған бір мүмкіндігі. Ол программада не істейміз дейтін болсаңыздар, work это жұмыс, и travel қыдырасыздар. Дәл сол сияқты Европада да, Германияда да дәл сондай мүмкіндік болады. Ферен деген это жазғы job жұмыс, яғни сіздер Германияға келіп жұмыс жасайсыздар, и демалыс күндері осылай Берлинге, мысалы үшін қай қалаға жақын, сол жерге барып қыдырып жатсаңыздар болады. Мюнхен бар, сонымен қоса Франкфурт бар, ең күшті, есте қалатын, қызықты. Берлин бар, мысалға айтатын болсақ, келіп қыдырып алсаңыздар, қыдырып кетсеңіздер болады. Ал жұмыс біткен соң, не болмасам, арада бір 2-3 күндік демалыстар күндерінде сіздер тек қана Германиямен шектеліп қалмайсыздар, Европаның Париж болсын, Амстердам, Венеция болсын, Польша болсын, барып, қыдырып, көріп қайтуларыңызға болады. Сіздерге ешкім ештеңе демейді, өйткені сіздердің қолдарыңызда, паспорттарыңызда Шенген визасы болады. 90 күндік, не болсам, жұмысқа байланысты, 2 айлық болсын, 75 күндік болсын, сондай виза қойылып береді. Бір плюсы осы. Өйткені сіздердің виза историяларыңыз күшті болады. Ертең Америкаға болсын, Японияға виза алатын кездерде болсын, сіздерде ешқандай ограничение болмайды. Өйткені сіз Европаға уже кіріп шыққансыз, Шенген визаңыз бар. Не болмасам, дальше Германияға, не болмасам, Европаның басқа елдеріне дәрігер ретінде, не болмасам, сол жерге жұмыс істеуге келетін болсаңыз, виза тапсырғандарыңызда да ондай проблема болмайды. Өйткені сіздің виза историяңыз күшті болады. Әрине сіздер Германияға, не болмасам, Европаға кіріп, ешқандай заңды бұзбастан, ешқандай черный списокқа кіріп кетпестен Қазақстанға обратно қайтсаңыздар. Енді бұл бағдарлама кімдерге арналған? Бұл бағдарлама тек қана студенттерге арналған. Тек қана студент дегенде университетті бітіретін емес, яғни бірінші курсты бітіргеннен кейін барса болады, 2-ден кейін барса болады, 3-ден кейін барса болады. Медицинский университетте 4-ден и 5-ден кейін баруға болады. Бірақ бітіретін курстар бара алмайды. Қанша шақтан болсын, өйткені бітіретін курстар отмена болады автоматически, өйткені Германияға келіп қалып кету қаупі бар деген мақсатта сіздерге виза бермейді. Бірақ қанша кіші курс, сонша виза алу шансы жоғары. Дегенмен виза алу шансы жоғары басқа деп Америка жақтарда айтуы мүмкін. Осы жерде Америкамен айырмашылығын айта кетейін. Америкаға тапсырсаңыздар, біріншіден консулға өте көп ақша төлейсіздер. Екіншіден, сіздер посольствода собеседование өтесіздер консулмен бірге Америкада. Ал Германияда ондай емес. Сіздер документтеріңізді толық түгел қылып жинап тапсырасыздар. Болды, содан кейін визаңыз күтесіздер. 95% жағдайда документ дұрыс болған жағдайда, 95% жағдайда сіздерге виза беріледі. Сіздерге ешкім бүйтіп шектеп, ойбай бірдеңе жоқ, счетқа ақша қой, отель бронировать ететінін көрсе, туда и обратно билеттерін көрсет деген тема болмайды. Тапсырыстар болды. Америкамен айырмашылығы осы. Но тағы бір айырмашылығы, ол біреулер плюс болуы мүмкін, біреулерге минус болуы мүмкін. Америкаға барғандарыңызда сіздер, білмеймін, 24 тұрып 7 жұмыс істей берсеңіздер болады. Сіздер ешкім шектемейді, ешкім ұстамайды. Германияда екінші жұмыс деген зат болмайды. Түсініп тұрсыздар ғой да, бір дегенде сіздер 2 жұмыс істей алмайсыздар. Яғни сіздер бір ғана жұмыспен шектелесіздер. Звукқа мән бермейміз, бұл жерде тек біз емес, басқа адамдар да бар. Енді тіл қажет етеді ме дейтін сұрақтар бар. Міндетті түрде, егер сіз жақсы жұмыс істеуді қаласаңыз, егер маған бола береді, қиыншылықтарға шыдаймын, жаңбырдың астында да клубника теле беремін десеңіз, пожалуйста, ешкім сізді ұстамайды. Барасыз, қиналып болсын, басқа болсын, әйтеуір істейсіз, жұмыс жасайсыз, ақшаңызды аласыз. Бірақ жақсы жұмыс, жақсы жалақы алу үшін міндетті түрде тіл білу керек. Ол егер болса, күшті плюс болады сізге неміс тілі. Егер неміс тілі білсеңіз, өйткені сіз Германиядасыз, Германияда барлығы немістер, неміс халқы бір жағы английскийді бәрі біледі, бірақ сөйлемейді. Сол үшін неміс тілін талап етеді. Өйткені сіздер бұл жерде халықпен, адамдармен тікелей жұмыс істеу үшін келіп жатсыздар.
соны ұмытпаңыздар. Тіл білсе қандай дәрежеде, қанша жоғары сонша жақсы, бірақ студент болғаннан кейін оларға кешіріледі, А2 деңгеймен келуге болады. Б1, А2 бұл айтқанда базалық деңгей. Ал ағылшын болатын болса, жақсы ағылшын тілі керек. Оқып алайын, 1-2 айдан кейін реттеп алайын деген емес. Жақсы ағылшын тілімен. Сосын барлығы бар менде. Мен студентпін, баруға желаниям бар, барлық талаптарға сай келемін. Енді не істеймін, тілім бар дейтін болса, енді сіздер жақсы бір агентство табуларыңыз керек. Ол жолда агентство не істейді? Сіздерге жұмыс тауып береді, сіздерді квартираны қамтамасыз етеді, сіздерге бағыт бағдар береді, қай жағына баруды, қай жағынан келуді, не алып келуді, не алмай келуді барлығын айтып береді. Сондай агентствоның бірі мен 2022 жылы мен өзім келгем Ференджопқа, дәл осы жерде 2022 жылы қыдырып жүргем. 2024 жылы мен бірінші потокты, 2025 жылда екінші потокты алып келдім, бірақ 2025 жылда өкінішке орай политикалық өзгерістерге байланысты көптеген жұмыс берушілер өкінішке орай отказ беріп қалды. Но соның өзінде егер немістерін білген студенттер болғанда оларға жақсы жұмыстар шыққан еді. Ол жұмыстардың барлығы қандай жұмыстар болды, қандай бағыт болды, барлығын мен Mindseal деген телеграм каналымда айтып баратынмын. Оны видеосының астына ссылкасын қалдырамын. Сол жерге кіріп өтсеңіздер болады, көрсеңіздер болады, қандай жұмыстар болды. Өкінішке орай студенттерде собеседование болған кезде өте алмай қалды. Жақсы бір агентство табасыздар. Агентство өз сіздерге айтады, қандай документ керек, қалай істеу керек, қай бағытта істеу керек. Мүмкіндігі барынша ерте істеген дұрыс. Өйткені сіздер қанша ерте істесеңіздер, жұмыс берушілермен ерте договорға отырылады, ерте сіздерді тіркейді, сіздерді келіседі, сіздермен собеседование өткізеді, не болса өткізбеуі де мүмкін, қарайды, резюмелеріңізге қарап, бізге сәйкес келеді, бізге жақсы болады деп сіздерді алып job offer жіберу мүмкін. Job offer дегеніміз сіздердің Германияға келуіңіз үшін шақырту хаты, яғни ішінде барлығы жазылған болады, қай жерге барасыз, қандай жұмыс істейсіз, қанша сағатына, не болмасам қай жерде жатасыз, соның барлық документтеріңіз, ең басты документ, соны алып сіз визаға тапсырасыз. Содан кейін визаңыз шыққаннан кейін бір плюсы, Қазақстанда визаға тапсыру проблема ондай үлкен емес. Тем более қазір визаметрикті алып тастаған соң барлығы онлайн форматына өткен. Онлайн форматында сіздерден ешқандай артық очередь сұрап отырылмайды. Сосын визаға тапсырғаннан кейін 5-7-10 күнде визаларыңыз шығады. Германияға келесіздер, одан алдын білесіздер қай жерге баруларыңыз керектігін. Мысалы үшін мен өзім айтам, қай жерге бару керек, күтіп алатын адамдар болса күтіп алады, күтіп алмайтын адамдар болса қай жерге дейін бару керек. Сонымен қоса жұмысқа не алу керек, не алмау керек, жолға не зат алу керек, не алмау керек. Мен өзім 2022 жылда кеп кеткеннен кейін білем, студенттерге қиын болады, қандай приложениялар керек Германияға жүргенде өмірін жеңілдету үшін. Сонымен қоса қайсы қалаларға қыдыруға болады, қыдырғанда нені ескеру керек, евротур жасағанда мысалы үшін ол көмектеседі. Өйткені көптеген студенттер бірінші рет өмірінде шығып жатқан болады. Ондай студенттерге міндетті түрде бір қолдау көрсету керек деп ойлаймын өзім. Тағы бір сұрақ болуы мүмкін, ол бағасы қанша? Бағасы Қазақстанда 800 евро мен 1000 евроның айналасында. Ол агентствоның ақысы. Агентствоның ақысына не кіреді десеңіздер, онда мен Mindseal телеграм каналында ашық түрде жазып қойғам. Соның барлығына қосылсаңыздар болады, барлығын қамтиды. Менің агентством, басқа агентстволар білмеймін. Менің агентствомның бағасында сол жерде көрсеңіздер болады. Студенттермен договорға отыратын кезде барлығы ашық түрде, заңды түрде жүргізіледі. Студенттердің ата-анасының келісімі болады, өздерінің келісімі, қандай жағдайда ақша қайтарылады, қандай жағдайда қайтарылмайды, қандай жағдайда түге, қандай жағдайда жартылай қайтарылады. Оның барлығын ашық түрде договорға жазып қойған, және біз оны заңды түрде тіркеп қоямыз. Ешқандай қорқыныш болмасын деп тұрған, алдап кетеді, ақшамды аламай қалам, болмай қалса басқа деп. Болмай қалса дегенімнің бірден бір себебі әртүрлі жағдай болуы мүмкін. Басқа агентстволар сияқты біз бүкіл әлемді алып барамын, бүкіл жағдайды істеп беремін, бүкіл жағдайын жасап беремін, бірдеңе деп сенден ақшаңды алып Германияға жіберіп көшеде тастап қоймаймыз, қайда барсаң сонда бар деп. Ондай случайлар көп болған, өкінішке орай. Алатта тастап қоя салады, болды, қайда барсаң сонда бар. Өйткені договорында жазылған, келісілген бойынша студенттерді істеген. Сол үшін студенттерді басқалармен баратын болсаңыздар, мысалы үшін мен де оны көп студенттер аламаймын. Аз студентті алсам да, сапалы студенттерді алып алам да,
соларды жұмыспен қамтамасыз етсем, соның өзі маған жеткілікті. Соның өзі бір абырой, соның өзі бір маған жеңіс. Енді баға мәселесіне 800 бен 1000 евроның айналасында болады. Оларды өздеріңіз тапқан агентстволар өздері әдемі түсіндіреді, әдемі көрсетеді. Қандай жұмыстар болуы мүмкін дейтін болса, ең көп тараған ол әрине тіл білмей келетін студенттер үшін агро, клубника теру, парикте істеу, гүлдерді тазалау деген сияқты. Одан кейін сәл жұмыстар, жақсы жұмыстар тіл білетін. Ол танкштелі дейді, яғни заправкаларда кассир болып тұру, неміс тіліңіз жақсы болса, официант болып тұру, Макдональдста жұмыс істеу, не болмасам парктарда жұмыс істеу, водительский праваңыз болатын болса, Қазпошта сияқты ДХЛ деген бар. Сол жерде жұмыс істеу, супермаркеттерде, ЭДК деген супермаркеттер бар, сол жерлерде жұмыс істеу мүмкін. Гастрономия саласында, сосын housekeeping, яғни отельдерде жұмыс істеу мүмкін, тазалау істерін басқаларына істейді. Көптеген медицинтер ойлап қалады, мен барсам бір медпраттың жұмысын істейтін шығармын деп. Жоқ, ол медицина саласына қатысты жоқ. Студенттер жұмыс істей алатын жұмыстар. Мен естідім, мен көрдім, көптеген студенттер жақсы неміс тілімен деп айтайын, бекерайларда жұмыс істеп жатыр екен. Әртүрлі жұмыстар бар. Жұмыс берушілер жылда бізге хабарласады, бізге осынша адам керек, осынша адам аламыз, осынша студент бізге жинап беріңдер деп. Біз соған қарай реттеп студенттерді жібереміз. Мен өзім 2022 жылы келген кезімде неміс тілім онда жақсы болмаған. Соның үшін біз физикалық жұмыс істегенбіз. Бутылка сортировкада жұмыс істегенбіз. Бірақ ешқандай жылау, ешқандай біреуге бір мұңын айту деген болмаған. Өйткені менің мақсатым Германияға келіп дәрігер болу болған 2022 жылы. Шүкір, міне қазір 2025 дәл сол арманға мынандай ғана қалды. Самостоятельный узкий дәрігер болу деген атаққа. Айтқым келгені ниетке байланысты. Келіп алып жылау басқа деген болатын болса, лучше студент өзі келмеу керек, өйткені өзі қиналады, сосын компанияға бір проблема болады, ата-анасы бір уайымдайды, ондай студенттер де болды менде. Енді үлкен бір айтарым, егер сіз мен ақша табуым керек, мен контрактымды шығару алуым керек, мен машина алуым керек, үйленуім керек деген бір огромный ойларыңыз, огромный бір күтетін заттарыңыз болса, лучше, пожалуйста, Америкаға рисковать етіп барыңыз. Виза алу 50-50, егер курс жоғары болатын болса, тіпті 60-та 40 болуы мүмкін, 70-те 30 болуы мүмкін, қанша курс жоғары, соншалықты виза алу төмен Америкада. Өйткені Америкада сіз 2-3, білмеймін, бір ұйықтамасаң 24-7 жұмыс істеп ақшаны көп табуыңыз мүмкін, бірақ Германияда ондайдың мүмкіндігі жоқ. Жаңа жоғарыда айтып кеттім, бір ғана жұмысты істейсіздер. Түсінікті ғой. Содан кейін Германияға келу мақсаты бар студенттер, олар көбінесе мен байқағаным жақсы жұмыс істеп кетеді, жақсы қыдырып кетеді, жақсы әрекет жасап кетеді. Ол мақсаты Германияға білмеймін, медик болып келу. Дальше, өйткені мен медик центрмен көбінесе жұмыс жасаймын. Сонымен қоса қыдырам деп келген, маған ақша маңызды емес. Бұл жерде ақша маңызды емес деп айтып отқан студенттер ақша таппайды емес, ақша табады. Агентствоға салған ақшасын 2-3 есе шығарып та алады, қыдырып та кетеді, жүреді де, көреді де. Бірақ андай потенциалы ақша, ойбай, мен ақша ғана керек маған, ақша таппасам болмайды деп келген студенттер көбінесе ожидание болып қалды. Сонымен реальность оған сәйкес келмейді. Өйткені сіз бірақ жұмыс жасайсыз, 2-3 жұмыста жұмыс жасалмайды. Германия адамдың жұмыс құқығын қатты қадағалайды. Өйткені адам қатты шаршап қалмау керек, суббота воскресенье демалыс болу керек деген сияқты өзінің жұмыс кодексінде бекітілгендері бар. Ол шетелдік азаматтарға, сосын өзінің азаматтарына да тікелей қатысты. Сосын Германия келген кезде сіздер ойлауларыңыз мүмкін, ойбай, біз налогымыз жоғары ғой басқа деп та. Налогыңыз жоғары болғанымен төлеген налогтарыңызды 2025-те келген адамдар 26-да біткен кезінде қайтарып алады. Қанша төледіңіз? Соның барлығын 600 евро төледіңіз бе налогқа? 600 евросын қайтарып аласыз. Сонымен қоса Германияда сіз 50 евродан қымбат зат алсаңыз, например, телефон алдыңызда 1000 евроға, 1000 евроның 900 евросы телефонның ақысы, 100 евросы оның үстіне қойылған процент налог болатын болса, оны да қайтарып ала аласыз. Германияның бір плюстары осы. Кешірім сұраймын, егер басынан, аяғынан, үстінен барлығын қосып жалпы айтып жатқан болсам, ойыма не түсіп жатыр, соны айтып жатырмын. Өйткені біз қазір
аяқ асты давай осы жерде түсіре салайық деп, міне менің әйелім оператор өзі, бізге бірге қыдырып жүрміз, Берлинде отпускамыз. Сразу түсіріп жатқан жеріміз ғой. Сұрақтарыңыз болса, не болса, мен айтқым келген заттар ұмытып кеткен болсам, менің телеграм каналымда тікелей айтып барам, не болмаса мен инстаграм каналыма тіркеліп алсаңыздар болады. Бұл студенттер үшін керемет бір жақсы мүмкіндік. Айырмашылығы мысалы үшін Америкама қайсысы деп жүргендерге жаңа айтып өтіп кеттім. Америкада көп ақша табасыз, Германияда әр ақша табасыз, әрі демаласыз. Ал Америкада да қыдырасыз, Германияда да қыдырасыз. Виза мәселесі. Германияда 95% еге документтер түгел болған жағдайда 95% визаңыз шығады. Америкада 95% емес, 50-50, өйткені сіз консулға кіресіз, консульмен собеседованиеден өтесіз. Өтіп, хорошо, біз одобрение береміз десе алдыңыз виза, бермейміз десе өкінішке орай қайтасыз. Қайтқан кезде де Америкаға төлеген консульский сбор олар қайтарылмайды, и агентствоға төлеген ақшаларыңыз болады ғой. Мысалы үшін Европаға келетін агентство, Германияға жіберетін агентстволар бар ғой. Мысалы үшін біз сияқты агентствоға бір 800 мың евро төлеген болсаңыз, ал Американкіне көп төлейсіз, бір 2 миллионның шамасында. Соның аз ғана бөлігін қайтарып ала аласыз. Өйткені агентство айтады, біз жұмыс жасадық, біз тіркедік, виза бермеген біз емес, олар дейді. Өйткені бір жағына қарасаңыз олар да дұрыс, өйткені олар жұмыс жасайды сізбен, бір жыл барысында жұмыс берушілерге жібереді, документтеріңіз реттейді. Содан кейін көп ақша төлейсіз, күйіп қалуыңыз да көп болады. Германияға аз ақша төлейсіз, мысалы үшін 1000 евро деп айтатын болса да бар ғой. Менің ойымша ол көп ақша емес. Дәл қазіргі заманда, дәл қазіргі уақытта мен қайдан алам студент болған деген ой болатын болса, келем деген адам бәрібір келеді. Мен өзім, жеке өзім солай істегем. Менде де ешқандай ақша болмаған, мен де сіздер сияқты студент болғам. Бір танысымнан, ондай таныс бәрімізде бар, который ақшасыз бар. Туысқан болсын, мама болсын, папа болсын, аға, іні, әпке, білмеймін, нағашы жақ болсын, бәрінде болады. Содан мен, мысалы үшін, сұрап тұрғам бір танысымнан $1800 кеткен маған. $1800 беріп тұр. Мен саған $2000 қып қайтарам деген. Дәл сондай келісіммен мен келгем. Мен келгем ешқашан өкінбеймін, өйткені мен көрдім, білдім, ел көрдім, жер көрдім, қыдырдым. Студент кезде бұл күшті мүмкіндік. Өйткені басқа уақытта виза алып келу қиын. Визамен келетін күннің өзінде де, турист болып келген күннің өзінде де сізде көп шығын шығып кетеді. Ал Германияда сіз жататын жеріңіз бар. Deutschland тикет дейді, германский билет бар. Бүкіл Германиядағы пойыздарға, скоростной пойыздардан басқасын барлығына өтеді. Гамбургта даже қайыққа да өтеді. Солмен өтіп, Германияның кез келген қаласына қыдырып барып қойсаңыз болады, барып қайту. Не болсын, барып сол жақта жату, бір хостел алып студенттерге рахат қой. Сосын студенттер, сіздер студент кезде, мен де өзім соны ойлап қалдым. Студент кезінде мен қорқпайтын болған екенмін деймін да. Қорықпастан түнде болсын, күнделеп болсын қыдыруға болады. Жас өткен сайын, оқу бітірген сайын ол нәрсе сәл жайлап қала береді. Өйткені сіздерде басқа тестіңізді, жұмысқа тұру, басқа бір карьерный рост дегендер қосылып кетеді да, сіздерде ондай мүмкіндік болмауы да мүмкін, өкінішке орай, азайып кетуі мүмкін. Германияның минустарына келетін болсақ, енді бюрократиясы бұл жерде ойлап қойыңыздар, бәрі идеалный екен ғой деп. Өз минустар болады. Бюрократиясы мысалы үшін бір минус. Сіздер документті сентябрьда тіркелгендеріңізбен офферді білмеймін, бір январь, февраль, даже мартта алуыңыз мүмкін. Тіпті майда да алуыңыз мүмкін. Бюрократия процесі сондай долгий жүріп кетіп қалады, оны Германияға келетіндер біледі. Мен сіздермен, студенттермен жалпы өзім келгеннен кейін, өзім басына өткен екен, бұны мен сезінгеннен кейін тікелей барынша ашық түрде сөйлескім келеді. Бүйтіп жасырып, мынандай болмайды, бізде 100% бүкіліне виза шығарып берген, бәрін істеп берген басқа деп. Ол менің қолымда емес дүниелерде бар. Мысалы үшін, осы жылғы болған, 2020 болған саяси жағдайлар. Германияда канцлер ауысты, Трамп братанның істеген соғысы болды экономикаға қарсы, соның кесірінен көптеген жұмыс берушілер отказ беріп қалды, басқа болды. ЦАФ, мысалы үшін бізде job offer шығарып беретін, ол жерде жұмыс проблема болып қалды, шықпай қалды, ондай жағдайларда болады, это нормально. Рисковать еткен адамдарда ондай жағдайлар болады. Түсінікті ғой да, жалпы мен айтқым келгендері осы жерге дейін көрген болсаңыздар, менің ойымша сіздерге қызық,
достарыңызға жіберіп қойыңыздар, бірге келсеңіздер. Бірге жұмысқа тұруға мүмкіндік бар, және бірге қыдыруға да мүмкіндік бар. Бірге қыдырсаңыздар рахаттанасыздар, күшті демаласыздар, чем жалғыз жүргенге қарағанда. Түсінікті ғой. Сұрақтарыңыз болса, менің телеграм каналыма, не болса инстаграм каналыма кіріп жазылып қойсаңыздар болады. Сіздерге мен әрқашан ашықпын. Сұрақтарыңызға жауап беруге, тікелей жауап беруге тырысамын. Қашан документ қабылдау басталады сізде дейтін болсаңыздар, біз жоспарлап отырмыз сентябрьда документ қабылдауды, яғни барлығын, документ тапсырған студенттің барлығын біз өкінішке орай ала алмаймыз. Талап көп, яғни көп студент қалайды. Соның арасынан тіл білетін, жақсы бір студенттерді іріктеп алуды қалаймыз. Өйткені студенттер келгеннен кейін тастап қоя алмаймын. Мен қолдау көрсетемін. Барынша Германия келгенде де, басқа болғанда да. Сол үшін олармен жұмыс істеген маған так приятно болу керек. Олармен қырылысып, ұрсып, ойбай, жоқ, бірдеңе деп отпастан. Сол үшін жақсы студенттерді алдын ала тіркеп алу ниетіміз бар. Сұрақтарыңызды комментарияға жаза кетіңіздер. Тағы да бір рет кешірім сұраймын. Реттілік болмаған, не айту, не қоймауды, мысалы үшін бір аяғын айтып, бір басын айтып жатқан болсам, себебін түсіндіріп кеттім. Бастарыңыз аман болсын, дендеріңіз сау болсын. Чао.